Жол қадірін жүрген білет. 1991 жылы 83 мың шақырым автожол болса, қазір ұлан-ғайыр Қазақстанды 96 мың шақырым жол өрнекші торындай орап жатыр. Демек, тәуелсіздік алғалы бері 13 мың шақырым жол салынған. Осының бәрін жөндеп, жаңартып отыру үшін жылда мемлекеттен миллиардтап ақша бөлінеді. Республикалық бюджеттен 52 миллиард теңге, ал жергілікті бюджеттен 67 миллиард теңге бөлінеді. Ақша бөлінеді, қағазда есеп беріледі, бірақ халық шуы басылмай тұр. 30 жылда мүлдем жолсыз қалған елді мекендер бар. 2200 шақырым автожолды пайдалануға беру, 1200 шақырым жолды ашу жоспарланған, 1100 шақырым жолда орташа және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда 15 автожол жобасы жүзеге асырылып жатыр. Жыл қорытындысында 768 шақырымдық Талдықорған Өскемен учаскесі реконструиялауды толық аяқтауды жоспарланған. Ал үкіметтің есебі әдемі. Ауыл аймақты жалғайтын 71 мың шақырым 75% талапқа сай дейді. Тіпті 2025 жылға дейін жергілікті жолдардың 95%-ын ұлттық стандартқа сай етеміз деп білек сыбанып отыр. Нұр-Сұлтан қаласы мен өңірлерді сәулелі принцип бойынша байланыстыратын жоғарғы жылдамдықты 4 жолақты автомагистраль құрылысы жалғасады. Көкшетау, Павлодар және Қарағанды бағытындағы жұмыстар аяқталды. Бүгінде құрылыс жұмыстары Қарағанды қаласының Қапшағайға дейін учаскеде жүргізілуде. Жыл соңына дейін Балқашқа дейінгі учаске, келесі жыл Қапшағайға дейінгі учаске пайдалануға беріліп, орталық оңтүстік дәлізінің реконструкциясын толық аяқталады. Кейде осы министрлер есепті қалай жасайды деп қайран қаласың. Біздің ауылға министр көкеміз келді деген пендені естіген емеспіз. Қала аралық, республика аралық жолдардың біраз жөнге келіп қалғаны рас. Ал жергілікті маңызы бар жолдарға байланысты бұл күннің асфальты қар секілді күн жылығанда еріп кетеді деген анекдот та шықты. Еліміздегі республикалық және жергілікті жолдардың жағдайына қатысты азаматтардың айтып жүрген сыны орында. Сапасыз жасалған жол жыл сайын жөндеуді қажет етеді және бұған мемлекеттің қаржысы тиімсіз жұмсалып жатыр. Үкіметке, әкімдер мен құқық қорғау органдарына жағдайды реттеу үшін жүйелі шаралар қабылдап, оның есебін беруді тапсырдым. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Мен қазір Қаратал ауданының шеткі нүктесі Балқаш көліне дейін алып баратын Үштөбе көпірлік жолының бойында тұрмын. Мынау совет заманынан мұраға қалған төсеніш жылда жаңарады. Ескіні жамағанның есі кетедінің нақты үлгісі. Жылда жамайды, қирайды, қайта жаңартады. Бірақ министрліктің есебінде бұл жолдар жақсы жолдардың санатында болуы әбден мүмкін. 200 шақырымнан аса жолдың бүгінгі күйі осындай. Соның өзі ең соңғы нүкте көпірлік ауылына жетпей үзіліп қалады. Мемлекет сол ауылға дейін 28 шақырым жол салыңдар деген. Тапсырысты орындаушылар қызықтың көкесін көрсетті. Міне, 9 миллионды абайлапсыңдар ойбай жыртып алмайық. 9 миллионды. Қайтадан жауып қойып, түсіріп алыңыздар ма болды? Ертең жер жүрер, 9 миллион жартысы қайсысы. Алғашқы жасаған технологиясында оның бетіне бетон құйылу керек болған. Бірақ айналып келген кезде, былтыр сол дәл осындай уақыттарда жұмыс жүрген кезде, ол жақтың климатына жасаған технологиясы сәйкес келмеген екен, оны өзгеріс енгізіп, үстіне тас төккен. Тас төгіп, оның енді сол алғашқы анау ар жағындағы 8 шақырымы тас төгілмей кеткенде, қалған бер жағына тас төгілген. Сол енді халықтың шулап отырған сол бір 8 шақырым, қалған бер жағына тас төгілген. Соны 8 шақырымға тас төгіп, қайтадан жұмысын дұрыстап жасап берсе деген тұрғындардың талабы болатын. Енді оны тасын төгіп, осы қазан айынан бастап жасаймыз деді. Енді кім біледі, қазіргі енді технология байланысты мүмкін ол жұмыс сапалы болатын шығар. Бірақ алғашқы кезінде ол сапасыз болды, оған кәдімгідей наразылық туғызды халық, одан кейін журналистер кәдімгідей дабыл қақты, оны басшылық өзі естіп, көріп, бұл мәселе үлкен кәдімгідей қозғалыс болды. Осылай, жол сапасын мамандар емес халықтың өзі тексеруге кірісті. Жол салушылар сенімнен шықты. Асфальтты КамАЗмен асап, қиыршық тасты құрғақтай жұтып жібереді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік тек 2019 жылы жолға жауаптыларға қатысты 100-ден аса іс қозғапты. Олардың арасында Қазавтожолдың да, Қазақавтодордың да өкілдері бар. Жергілікті биліктің де біразы шырмалған. Жол сал дегенді қазынаға қол сал деп түсіну
әлі күнге тыйылмай тұр. Әйтпесе Қаратал ауданы халқына 30 жылда ойдым азаптан құтылар уақыт болды. Алматы облысының Балқаш ауданына барғысы келгендерде осындай күй кешеді. Қиын жағдай, в общем жол жоқ. Айтады ғой, даму үшін дейді де, мемлекет баю үшін бірінші жолын жаса дейді. Жол жасалынбаса атасының басына дамый ма? Бірінші жол жасау керек. Ол баю үшін де халық жағдай жақсару үшін бірінші жол жақсы болмаса, мына жолына қарап қалай сен 30 елдің қатарына кіреміз бай елдің дейді. Мына жолмен қалай кіреді? Үйтіп біз өтірік жарнама жасап, өтірік айтып, еш нәрсеге бармаймыз да, бәрібір біз өзіміз алдап өмір сүріп кетеміз ғой. Негізі бар ғой, бізге мына асфальт керек жоқ. Мынаны қырып тастап бар ғой, қара жол жасап берсе жақсы еді өзі қайта бір. Ол зачем? Биыл жасайды асфальт, келесі жыл тағы қопарылып қалады да. Ауыл арасындағы ахуал осындай. Ал республикалық маңызы бар 25 мың шақырым жолдың беті бері қарады. 2015-2019 жылы бірінші және екінші санаттағы, яғни бір бағытта екі немесе бірнеше жолағы бар 3 мың шақырымы салынып жаңартылды. Оның қапталдары мен арасы металл қалқанмен бөлінген. Жолдың бір жолағының ені ұлттық стандартқа сай 375 метр. Темір жол мен трамвай жолдармен қиылыспайды. Санитарлы талапқа сай кемпингтер болуы тиіс. Батыс Еуропа, Батыс Қытай автобаны еліміздің негізгі күре жолы. Жалпы ұзындығы 8445 шақырым, 2787 километр біздің елге тиесілі. Ол Ақтөбе, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл және Алматы облыстары арқылы өтеді. Жыл қорытындысында 768 шақырымдық Талдықорған Өскемен учаскесін реконструкциялауды толық аяқтау жоспарланған. Бұл Орта Азия республикаларын Ресейдің шығыс Сібір аймағымен және Қазақстанның оңтүстігін шығыспен байланыстыратын халықаралық транзиттік дәліз. Осы автожолдың Алакөл көлінің туристік кластерін дамытуда маңызы ерекше. Бейбіт Атамқұлов. Алматы мен Талдықорғанның арасындағы жолдың күйі кетіп, жолаушылар ақсақ атқа мінгендей күй кешкені күні кешеді. Соңғы 3 жылда ол ұмыт болды, ызғытып жүр. Талдықорған мен Өскеменнің арасы жөнделсе де жол азабы азаймақ. 3 жыл бұрын жол сапасы бойынша 141 мемлекеттің ішінде 106 орында еді. Биыл жыбырлап 93-ке түсіппіз. Тасбақа аяңмен болса да алға қозғалып келеміз.